Тема урока «Школьные принадлежности на казахском языке». Для начала познакомимся со словами. Повторяем за мной. Кітап, қалам сауыт, түрлі түсті қағаз, ермек саз, қылқалам, күнделік, сөмке, тақта, бор, проверим. Кітап, қалам сауыт, түрлі түсті қағаз, ермек саз, қылқалам, күнделік, сөмке, тақта, бор. И еще разок. Сөмке, бор, күнделік, түрлі түсті қағаз, қылқалам, ермек саз, кітап, қалам сауыт, тақта, а на слух. Қалам сауыт, ермек саз, күнделік, тақта, кітап, түрлі түсті қағаз, қылқалам, сөмке, бор. Ну а теперь берем листочки, ручку, будет диктант. Қалам сауыт, ермек саз, сөмке, кітап, қылқалам, бор, тақта, күнделік, түрлі түсті қағаз. Готовы проверить?
Надеюсь, вы совсем справились. Увидимся в следующих уроках.